Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Назарларыңызда Қазақ Ордасының апталық шолу бағдарламасы. Біз бүгін аптадағы айшықты оқиғалар туралы ашып айтпақпыз. Ендеше бағдарламамызды бастаймыз. Осы аптада қазақстандықтар Бағдат Мусиннің отставкаға кетуін талап етті. Азаматтар цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің қызметінен кетуін талап етіп, петицияға қол жинап жатыр. Петиция авторы Қазақстандағы барлық ұялы байланыс операторлары тарифтерді 1-2 есеге көтергенін алға тартты. Кейінгі уақытта тұрғындардың интернет сапасына қатысты жиі шағым айтып жүргені жасырын жайт емес. Бұған дейін министр елдегі интернет жылдамдығын өзге елдермен салыстырып, Астана бұл жағынан дамыған Токионы да басып озғанын айтқан еді. Жапондарды артта қалдырдық деп сүйіншілеткен министр қызметінде қала ма, әлде естейтін мемлекет ретінде орнын босата ма, оны алдағы уақытта көре жатармыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет бұрынғы индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Тоқтабаевқа қатысты лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Антикор мәліметі бойынша Тоқтабаев Қостанай облысындағы қатты пайдалы қазбалардың ірі қорлары анықталған Шевченковские кен орнын барлау сылтауымен аффилирленген тұлғаларға аукционсыз заңсыз берген деп айыпталған. Нәтижесінде оның бақылауындағы компания қол қою бонусының ең төменгі құнымен өндіруге дайын кен орнын алған. Тергеу барысында аталған кен орны мемлекет пайдасына қайтарылды. Осылайша Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы айыпталушы Тоқтабаевты сотқа берді. Қазақстан Түркиямен бірлесіп жауынгерлік кемелер жасау туралы келісімге келді. Экранның арғы бетінде отырған ағайын елең еткен болар сірә. Тарқатып айтайық. Defense Turk мәліметінше IDF 2023 қорғаныс өнеркәсібінің 16-шы халықаралық көрмесінде Түркия қорғаныс министрлігі және түрік мемлекеттік мердігерлері мен Зенит Орал атты қазақстандық мемлекеттік компаниясы арасындағы келіссөздер аяқталды. Бұл келісім теңіз көліктерін, коммерциялық кемелерді және Қазақстан флотына арналған негізгі жауынгерлік кемелерді құруды қамтиды. Мемлекеттің қауіпсіздігіне баса мән берген маңызды әрине. Әсіресе қорғаныс жүйесі қуатты түріктермен тізе қосып, иық тіресіп жасалған әрекет сәтті болсын дейміз. Дариға Назарбаеваның ұлы Нұрсұлтан Назарбаевтың жиен немересі Нұрали Әлиев жаңа қызметке тағайындалды. Ол Транстелеком акционерлік қоғамының директорлар кеңесін басқарады. Транстелеком компаниясының директорлар кеңесі 2023 жылғы 25 шілдедегі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен сайланғанын хабарлады. Дариға Назарбаева демекші, ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы генерал Назарбаевтың жеке күзетін басқарған Амангелді Шабдарбаев Абай Сейфоллаға берген сұхбатында ел білмейтін бірқатар шындықты жайып салды. Оның айтуынша, Дариға Назарбаева президент болатын тойлап қойған. Сол уақытта Нұрсұлтан Назарбаев Мәсімовке оны бақылауды тапсырады. Тойлаймын деп қатты қызыңқырап кетсе керек. Дариға Назарбаева президент болғандағы бар арманын ортаға жайып салады. Бұл әсілі Назарбаевқа ұнамаса керек, қызына сен мына түріңмен қалай президент боласың деп сенат депутаттығынан да алып тастаған көрінеді. Не деген тарих десеңші? Бір кездері атағы жер жарған Қазақстанның дамуына демеу болады деп үміт еткен рухани жаңғыру жобасы жұмысын тоқтатады. Жобаның күшін жою туралы ашық НК сайтында жарияланды. Жоба мемлекетке тиімділігі жоқ деп танылған. Сол себепті тамыз айынан бастап рухани жаңғыру жобасы жұмысын тоқтатады. Айта кетейік, ұлттық рухани жаңғыру ұлттық жобасының паспортындағы мәліметке сәйкес жобаны іске асыру мерзімі 2021 жылдан 2025 жылдар аралығында деп көрсетілген. Қыруар қаржы бөлініп жасалған жоба пайдасын берді ме, жоқ па, бұл белгісіз дүние. Белгілісі, рухани жаңғырудың арқасында әлем аралап қаңғырып үлгерген шенеуніктер көп шығар сірә. Сөз бостандығы мен жастарды білімге ынталандыру рухани жаңғырудың алғышарты екенін ескерген жөн. Кейде біздің жаңа Қазақстанға.
Астанадағы сауда орталықтарының бірінде болған жанжалдан кейін белгілі былғары қолғап шебері Бейбіт Шүменовті босатып жіберген тәртіп сақшылары қызметінен босатылды. Астана қалалық полиция департаменті тексеріс қорытындысы бойынша Есіл ауданы полиция басқармасы басшысының орынбасары мен Есіл ауданы полиция басқармасының учаскелік инспекторы қызметінен босатылғанын мәлімдеді. Сондай-ақ аудандық басқарманың басшысына сөгіс жарияланып, полиция қызметі бөлімшесінің кезекшісі және полицияның аға учаскелік инспекторы қызметтік талаптарды толық орындамағаны туралы ескерту алды. Айта кетейік, қазір боксшыға халықаралық іздеу жарияланған. Қазақстан халқының саны 20 миллионға жуықтады. Құлаққа майдай жағатын көңіл серпілтер ақпарат әрине. Ұлттық статистика бюросы елдегі халық саны 19,8 миллион адамға жеткенін айтты. Статистика деректері бойынша елде 6,6 мың мигрант бар. Қалада тұратын халық саны 12,3 миллион адамды құрады. Ал ауылдық жерде 7,5 миллион адам тұрып жатыр екен. Қазақстан халқының жалпы саны бойынша халықтың 70,6%-ын қазақтар құрайды. Орыстар 15,1%, өзбектер 3,2%, украиндар 1,9%, ұйғырлар 1,5%, немістер 1,1%-ды құрайды. Айта кетейік, халық саны бойынша Алматы қаласы бірінші орында тұр. Мегаполисте 2,1 миллион адам өмір сүреді. Халық саны көп үш өңір қатарында Астана мен Шымкент қаласы бар. Көбейсе, қазақ көбейсін. Жемқорлық ұғымы Қазақстанның айныбас бір бөлігіне айналып кеткендей әсер қалдырады кейде. Апта сайын қомақты қаржы жымқырғандар жайлы түрлі деректер шығып жатады. Осы аптада Шымкентте білім басқармасының лауазымды тұлғалары жемқорлық жасаған үшін темір торға қамалды. Қылмыстық істі Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты қараған. Антикор мәліметі бойынша олар 36 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеуге міндеттелді. Сондай-ақ субсидиялау шарттарына кедергісіз қол қойғаны үшін және 100 мыңнан 500 мың теңгеге дейінгі сомада мектепке дейінгі мекемелердің басшыларынан жүйелі негізде пара алған үшін кінәлі деп танылды. Сондай-ақ сотталғандар мемлекеттік қызметте жергілікті өзін-өзін басқару органдарында, қаржы ұйымдарында және квази-мемлекеттік секторда қызмет атқару құқығынан өмір бойына айырылды. Қазақстан билігі Назарбаевтан толықтай теріс айналмаған сыңайлы. Өйткені тұңғыш президент күні мерекелер қатарында қалды. Үкімет Қазақстан Республикасындағы мерекелік күндердің тізбесін бекіту туралы 2017 жылға 31 қазандағы қаулыға өзгеріс енгізді. Осылайша 1 желтоқсан тұңғыш президент күні ретінде мерекелік күндердің жаңа тізімінде қалып отыр. Айта кетейік, 2023 жылдың 15 ақпанда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы туралы заң ресми түрде күшін жойған еді. Сондай-ақ мемлекеттік күзет қызметі бұдан былай Нұрсұлтан Назарбаевты қорғамайды. Бұған себеп Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы туралы Қазақстан Республикасы конституциялық заңының күші жойылуы. Қазақстанға тәліптер келді. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары сауда және интеграция министрі Серік Жұманғарин мен Ауғанстанның сауда және өнеркәсіп министрі Алхадж Нұриддин Азизи елордада кездесіп, ынтымақтастықтың негізгі аспектілерін талқылады. Ауғанстан Қазақстанның энергетикалық сусындарына, ұн өнімдеріне, минералды тыңайтқыштары мен күнбағыс майына қызығушылық танытып отырған көрінеді. Сондай-ақ ауған тарапына Герат қаласындағы Қазақстанның сауда үйінің әлеуетін пайдалану және Қазақстанда өзінің сауда өкілдігін ашу ұсынылды. Үкіметтің баспасөз қызметі Қазақстан мен Ауғанстан білім беру бағытында да ынтымақтасатынын хабарлады. Бүгінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Ауғанстанның 130 студенттен білім алып жатыр. Демек, бұл көрсеткіш алдағы уақытта бірнеше есеге көбейеді деген сөз. Мемлекеттік келісімдерге қатысты бірер сөз.
Қазақстан мен Қытай арасындағы визасыз режим туралы заң күшіне енді. Демек, қазақстандықтар Қытай Халық Республикасында визасыз жүре алады. Ал Қытай азаматтары Қазақстан аумағында шекараны кесіп өткен сәттен бастап 30 күн, 180 күндік мерзімде 90 күн бола алады. Алып-сатар арбакештер мен саудагерлер қаптайды енді. Қытай азаматтардың елді емін-еркін сайран салғанын қолдайсыздар ма ағайын? Пікірге жаза кетіңіздер. ақш соты Мұхтар Әблязовтың БТА банк ақшасын ұрлағанын растады. Нью-Йорктың оңтүстік округі бойынша ақш округ соты Джон Койлтл Трейдо SPFs аға қарсы шағымға орай БТА банкі пайдасына $193 миллион астам сомаға шешім шығарды. Осылайша, ақш соты Мұхтар Әблязов БТА банк ақшасын ұрлап Америкаға жылыстатқанын растап отыр. Компания БТАдан ұрлаған қаражат түрінде 70 миллионнан астам ақш долларын алып, оны Нью-Йорктегі және Америка құрама штаттарының басқа жерлеріндегі жылжымайтын мүлікке инвестиция ретінде салған. Бұған дейін прокуратура Мұхтар Әблязовты елге қайтаруға бар күшін салатынын айтқан болатын. Былтыр желтоқсанда Франция Мұхтар Әблязовке саяси бастауға болудан түбегейлі бас тартты. Ардақтаған құрметті көрермен, осымен қазақ ордасының қазақ тіліндегі апталық шолуы тәмам. Ағайын анығын білсін десеңіздер, осы бейне жазбаны таратыңыздар, арнаға жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққанша ағайын.